Қымбат достар, мынау менің гүлдерімнің бір бөлімі. Бұлар қыстың күні фитолампа астында қазір өсіп тұр. Бұл осы гүлдер тұрған осы бөлімде енді өсіп келе жатқан, тамырланып келе жатқан өте ұсақ кішкентай гүлдер тұрады, немесе бір жағдайы болмай қурай бастаған гүлдерді мен осы фитолампа астына қоямын. Ал былайғы гүлдер үйдің жарықтау болатын ең үлкен терезелерінің алдында өсіп тұрады. Қазір мен осы бір гүлдің жағдайы туралы ерекше тоқталғым келіп тұр. Мынау оксалис кислица аталатын гүл. Мына фитолампаның астында қазір дұрыс көрінбей тұр. Қазір мен бұны жарық жерге апарамын. Міне мынау фитолампа астында өсіп тұрған оксалис кислица гүлі. Жапырақтарын жайып, камераға онша анық түспей тұр, бірақ шын мәнінде бояулары өте қанық, өте әдемі болып өсіп тұр. Енді салыстырып қарайық. Мына гүл осы кислицаның бұдан көрі үлкендеу, ыдысы да басқаша, өсіп тұрған жағдайы да басқаша гүл болатын. Бұл гүлдің жағдайы мынаған қарағанда өте тәуір, салыстырмалы түрде жоғары болды. Бұл гүлдерді негізі қыстың күндері демалысқа жібереді. Гүлдердің мына өсіп тұрған жапырақтарынан ажыратып, түбіндегі жуашығын алып, салқындау жерге сақтауға қояды. Бірақ енді көзім қимағандықтан бұл гүлдер әлі өсіп тұр. Мына гүлдің жағдайы күндізгі жағдайда мынаумен салыстырған уақытта өте жақсы болатын. Бірақ қыстың аты қыс, далада қар. Бүгін қараша айының қазір міне 14-ші жұлдызына келеді. Түннің іші, міне қыс ішінде өсіп тұрған гүлдің, мына алдында жайқалып өсіп тұрған гүлдің жағдайы салыстырмалы түрде бұған қарағанда жапырақтары қанатын қаққан көбелек сықылды болып өсіп тұрған гүлдер жиып алды. Негізі бұл бөлменің жарығы да ештеңеден кем емес. Былайғы уақыттың өзінде гүлдер тым тәуір өсіп тұрады. Бірақ енді фитолампаның пайдасын қараңыз. Мына гүл салыстырмалы түрде қурай бастаған болатын. Енді фитолампаның астында өсіп тұрғаннан кейін бұл гүлдің жапырақтары да бояуы қанық және сабақтары да көбейіп жақсы жағдайда өсіп тұр. Міне қыстың күні қосымша жарық фитолампаның гүлдерге әсері қандай болатындығын салыстырмалы түрде осыдан ақ біле беруге болады.